Тасмола археологиялық мәдениеті. Тасмола мәдениеті орталық Қазақстанның ерте темір дәуіріне тән археологиялық мәдениет. Тасмола деген атау кең көлемді археологиялық зерттеулер жүргізілген жер тасмола қойнауының атына сәйкес қойылған. Тасмола мәдениеті сақ исидондардың өркениетімен байланысты және көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан тайпалардың материалдық және рухани мәдениетін сипаттайды. Бұл обалардың сыртқы түрі басқа аумақтан табылған сақ обаларына ұқсамайды. Зерттеуді 1946 жылдан бастап археологтар Әлікей Марғұлан мен Мир Қадырбаев жүргізді. Тасмола мәдениетіне тән ең басты ерекшелік ол мұртты обалар. Мұртты обалар деп аталған себебі обалардың сыртынан шығысқа қарай тартылған мұрт сияқты екі доғал тастар тізбегінің болуынан. Мұртты обалар екі жерлеу орнынан тұрады. Обалардың біреуінде адамды, екіншісінде атын жерлеген. Мұртты обалардың төрт түрі кездеседі. Біріншісі, үлкенде обаның шығыс жағынан салынған кішілеу оба. Екіншісі, екі оба оңтүстіктен солтүстікке қарай қатар салынады. Үшіншісі, алдымен үлкен оба салынады, оның үстінен кіші оба тұрғызылады. Төртіншісі, үшіншіге ұқсас, бірақ бұл обалардың ара жігін қазба барысында анықтауға болады. Археологиялық қазбалар көрсеткендей, тасмола мәдениеті тайпаларының иерархиялық қоғамы болған. Мұны қорғандардың көлемі мен олардың ішіндегі заттардың саны мен сапасынан байқауға болады. Қабірдің ішіне ілмекті сабы бар қол айналар, тас құрбандық ыдыстары, темір пышақтар және ақинақтар, үш қырлы қола жебелер салынған. Адам қабірінің шығыс жағындағы шұңқырға қыш, ағаш ыдыстар қойылып, жылқы көмілген. Ғалымдар обалардың мұртты болуын негізінен діни және ғұрыптық мақсатта қолданылған деп есептейді. Күнге, отқа және табиғатқа табыну рәсімдері үшін, марқұмдарды жерлеу немесе еске алу орындары ретінде астрономиялық бағыттарды анықтау үшін қызмет еткен. Мұртты обалар бағдаршам рөлін атқарған, белгілі бұрышпен салынып, оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысты көрсеткен. Мұртты обалар орталық Қазақстаннан басқа солтүстік, шығыс Қазақстан және оңтүстік өңірлерден де табылған.